Құқықтық тәртіп пен заң идеологиясын іске асыру аясында 2025 жылдың 27 шілдеден бастап Ішкі істер министрлігі түнгі қаладағы балалар атты жедел профилактикалық іс-шара өткізуде. Бұл іс-шараның басты мақсаты балалардың құқықтарын қорғау және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықты алдын алу. Жедел профилактикалық іс-шараның алғашқы күні полиция бөлімшесіне 2000-нан астам жасөспірім жеткізілді. Олардың ішінде 4-еуі қылмыс жасағаны үшін, 2000-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін, 70 жасөспірім қараусыз және қаңғыбастық жағдайда анықталды, бейімдеу орталығына жеткізілді. 1700-ден астам бала түнгі уақытта көшеде ойын-сауық орындарында жүргендігі анықталды, ата-аналарына тапсырылды. 48 кәсіпкер балаларын түнгі уақытта олардың мекемесінде болуына жол бергені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 51 бала масан күйде көшеде жүрген жерінен оқшауланды. Бұл жағдайлардың барлығы балаларға қатысты қылмыстың орын алуын әкелуі мүмкін еді. Полиция органдары алдын алу шараларын қабылдауда. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың өмірі мен қауіпсіздігі үшін жеке жауапты екендеріңізді еске саламыз. 220 ата-ана балаларына дұрыс тәрбие бермегені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 116 жасөспірім және 139 ата-ана бала тәрбиесімен айналыспағандығы анықталып есепке алынды. Жасөспірімдерден 9 тыйым салынатын зат тәркіленді. Олардың ішінде 1 дана пневматикалық қару, 5 пышақ, 3 кастет анықталды. Бұл заттар тәркіленбесе, олардың қылмысқа пайдалануына мүмкін жоғары болар еді. Сонымен қатар, балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 159 интернет сайттар анықталып, олар бұғатталу шаралары қабылданды. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 900-ден астам материал бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды. Құрметті ата-аналар, азаматтар, қазір жаз демалыс уақыты. Балаларыңыздың қайда және кіммен жүргеніне ерекше көңіл білдірулеріңізді сұраймыз. Көп жағдайда ата-аналар балаларына кешке дейін серуендеуге рұқсат береді. Балаға сенім білдіреді. Біздің бала ешқандай жамандыққа бармайды деп ойлайды. Түнгі уақытта үлкендердің қараусыз жүрген бала қылмыстың құрбаны болуы мүмкін. Бір ғана күнде соншама пышақ пен кастет тәркіленуі осы қауіптің нақты дәлелі. Сол себептен балаларыңыздың қайда, кіммен жүргенін біліп отырыңыздар. Балаларыңыздың қауіп төнген жағдайда бірден ата-анаға немесе полицияға хабарласуын үйретіңіздер. Балаларыңыздың телефонына 102 мобильдік қосымшасын жүктеп қойыңыздар. Бұл қосымшада полицияға шұғыл хабарлау түймесі бар. Құрметті азаматтар, Ішкі істер министрлігі балаларыңыздың құқықтарын қорғауға ерекше көңіл білдіреді. Балаларыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық полиция қызметкерлерінің басты міндеті. Назарларыңызға рахмет.